Сәлем, бүгін осындай өте дәмді және жұмсақ болатын құймақ жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, бағалап өтіңіздер. Ең алдымен 2 жұмыртқаны алып, ыдысымызға жарамыз. Оның үстінен қантымызды саламыз және 1 шымшым тұзымызды саламыз. Осы қоспамызды жақсылап араластырып алып, оның үстінен сүтіміздің жартысын ғана құямыз. Ұнымызды толық салып араластырамыз. Осындай қою қамыр шығады және одан кейін барып сүттің қалғанын барлығын құйып араластырамыз. Дәл осы принциппен жасасаңыздар, ішінде комочек болмайды. Осыдан кейін қайнап тұрған суды дайындап аламыз және майымызды дайындаймыз. Майымызды құйып араластырып аламыз. Одан кейін қайнап тұрған суға өте ыстық болу керек. Осы соданы салып, ас содасын бір араластырып жіберіп, оны осы қамырымызға қосатын боламыз. Құрамын описание бөліміне толық жазып өттім. Жақсылап араластырып, қамырымыз осындай күйде болып шығады, өте сұйық болу керек. Және 15 минут 20 минутқа қойып қойсаңыздар, өте күшті болады. Міне қараңыздар, қандай керемет, тесіктері осылай шығып әдемі болып піседі. Қып-қызыл әдемі. Арнама жазылып, жаңа рецепттерді бірінші болып тамашалау үшін қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Лайк басып қолдап отырғандарыңызға рахмет. Начинкасына фарш қолданайын дедім осы жолы. Ішіне тұз, бұрышымызды салып, осылай фаршты жақсылап қуырып аламыз. Кейін осылай дайын блиналарымызды фарш ортасына салып орай береміз. Осы қоспадан, осы жердегі блиныдан да көп шықты. Балалар мен пісіріп болам дегенше біразын жеп қойды. Білесіздер, блины өте жақсы желінеді. Осылай орап, салмасының орнына творог салсаңыздар болады, немесе тауық етінен салсаңыздар болады. Өте дәмді шығады. Баршаңызға рахмет. Ас болсын, жасап көріңіздер. Өте дәмді болады. Сіздермен болған Жұлдызай.